Бүгін мен сіздерге табиғи лимонад сусынының рецебімен бөлісетін боламын. Бұл қарапайым және қолжетімді өнімдерден дайындалады. Алдымен біз өзімізге қажетті өнімдерді дайындап аламыз. Шекер, 3 лимон, 1 апельсин және қайнатылған салқын суымызды дайындап аламыз. Егер сусынның қатты қышқыл болғанын қаламасаңыздар, онда 3 лимон, 2 апельсин қоссаңыздар болады. Біріншіден, біз лимон, апельсиндерімізді сода салып, жақсылап жуып аламыз. Содан кейін теркамыздың ұсақ өткізгіштігімен лимонның, апельсиннің қабығын теркілеп аламыз. Тек қана қабығын ғана теркіден өткізетін боламыз. Осылай 3 лимонымызды теркіден қабығын өткізіп аламыз. Келесі апельсинімізді де дәл осылай өткізіп аламыз. Барлығын теркадан өткізген соң ыдысымызға шекер саламыз. Шекермен араластырамыз. Мен шекерді 100 грамдай салдым. Сіз өз қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Егер тәтті болған қаласаңыз, онда көбірек шекер саласыз. Содан кейін лимонымызды алып, оны 2-ге бөлеміз. Арасында сүйегі болса, алып тастасаңыз болады. Лимонымыздың согын сығып аламыз. Жақсылап согын сыққаннан кейін, келесі барлық лимондарымызды, апельсиндерімізді осылай сығып аламыз. Содан кейін 2,5-2 литрдей қайнаған салқын суымызды құямыз. Суды дәміне қарай құясыздар және жақсылап араластырып, шекерін ерітеміз. Егер де су көп болса, оның дәмі де татымсыз болады. Біздің лимонадымыз дайын. Оны сүзегімен сүзіп, графинімізге құямыз. Осындай сусынды үйде дайындап көрсеңіздер болады. Қарапайым, тез жасалынады. Мұз салып, немесе салқындатып ішсеңіздер, одан да дәмді болады.